Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен үй жағдайында сұрық дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Керек құрамның барлығын видеоның астына ескертетін боламын. Енді алдымен ірімшігіміздің үстіне қант ұнтағымызды салып араластырып алатын боламыз. Ерітілген сары майымызды салып, үшеуін жақсылап блендермен езетін боламыз. Сіздерде блендер болмаса, шаңышқының көмегімен езсеңіздер де болады. Шоколадымызды су моншасында ертіп алатын боламыз. Кез келген шоколадты қолдана берсеңіздер болады. Шоколадымыз ергеннен кейін үстіне біраз сұйық майымызды құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Су моншасынан алып тастаймыз. Енді кез келген осындай формамызға шоколадымызды жағып алатын боламыз. Жағып болғаннан кейін морозильникке 10-15 минутқа қатырып алатын боламыз. 15 минут өтті. Енді осы ірімшігімізді ішіне салатын боламыз. Орта жағына джем, вареный сгущенка салсаңыздар да болады. Ірімшігімізді салып болғаннан кейін осылай шоколадымызбен бетін жауып шығатын боламыз. Тағы да морозильникке 10-15 минутқа қойып қоямыз. Он 15 минут өтті. Мінекей формадан бізде өте ыңғайлы жақсы алынатын болады. Видеоның соңына дейін көрген болсаңыздар, арнама тіркеліп, лайк басып, комментар жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген видеолар болады. Сіздермен болған балжан астарыңыз дәмді болсын.